Бисмилля деп келесі дәрісімізді бастайық. Бүгін Алла жазса тағы да бір жәннатпен сүйіншіленген сахабамен танысатын боламыз. Ол бәрімізге белгілі Фатимату бинт Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қызы Фатима. وهي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في زمانها. Бұл Алланың елшісінің саллаллаху алейхи вассалам қызы болған Az-Захра Фатима. Әлемдердің әйелдерінің ханшайымы болған өз заманында. Әл-Буд'ату ан-Набавия, яғни осы пайғамбарымыздың қызы деп әдемілеп айтылған пайғамбарымыздың қызы. Вал-Джихатул Мустафауия, ерекше тұлға болған кісі. Бинту Сайидил Халқи Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам Абул Қасим Мухаммад ибн Абдиллах ибн Абдил Мутталиб ибн Хашим ибн Абди Манаф ал-Қурашия ал-Хашимия дейді. Пайғамбарымыздың, яғни осы жалпы жаратылыстың мырзасы болған Алланың елшісінің Абул Қасимнің, пайғамбарымыздың лақабаты білесіздер, Абул Қасим деп аталған, Абдулланың ұлы Мұхаммедтің қызы. Ал-Қурашия, Қурайш руынан. Ва Уммул Хасанайн дейді. Екі Хасанның, яғни Хасан мен Хусейннің анасы болған. Ва канат махсусатан мин байни ауладихи би махаббатихи лаха дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху балаларының ішінен ерекшесі болған. Канат асхара банатихи синнан. Қыздарының ішінде жасынан ең кішісі болған, жас тұрғысынан ең кішісі болған дейді. Башшарахан набию саллаллаху алейхи вассалам аннаху ауалу ахлихи лухуқан бихи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы Фатима анамызды пайғамбарымыз саллаллаху дүниеден өткен соң артынша ол да еретінін, яғни ол да дүниеден өтетінін. Сөйтіп Фатима анамызды сүйіншілеген. Ва канат мин хайри нисаил аламин. Әлемдердің әйелдерінің хайырлысы болған дейді. Ва сайидату нисаи хазихил умма. Осы үмметтің хайырлысы болып есептелді. Ва ниса ахлил жанна. Және жәннаттағы әйелдердің ханшайымы болды. Канат ал-мухассана ат-тахира az-захра al-батул. Және Фатима анамыз қорғанған, пәк, және Захра дейді. Захра дегеніміз жарқыраған нұрлы жүзді болған дейді. Фатима анамыз. Ал-батул дегені негізгі мағынасы ажыраған, бөлінген, бас тартқан деген мағыналар береді. Бірақ шариғатта дүниелік әсемдіктен, былайша айтқанда захида дейді ғой, дүниені тәрк кеткен сондай әйел болған. Маулидуха қаблал бәси биқалил. Пайғамбарлық басталмастан бұрын дүниеге келген. Көп замай пайғамбарлық басталған ол дүниеге келгеннен кейін. Ва тазауважахал имам Али ибн Аби Талиб фи зил-қаъда. Зил-қаъда айында Али радаллаху анху құда түскен. Ау Қубайла, немесе сол маңайда дейді. Мен санати снатайни баъда вақаати Бадр. Бадр шайқасынан соң 2 жыл өткеннен кейін дейді. Вақала Ибн Абдил-Бар. Ибн Абдил-Бар айтады, дахала биха баъда вақаати Ухуд. Ухуд шайқасынан кейін отасқан. Яғни үйіне алып келген. Фауаладат лаху ал-Хасан вал-Хусейн ва Мухсинан ва Кулсум ва Зайнаб дейді. Фатимадан Хасан туады, Хусейн, Мухсин және Кулсум, Зайнаб туады. Вақат кана набию саллаллаху алейхи вассалам юхиббуха ва юкримуха ва ясурру илайха дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны ерекше жақсы көрген, құрметтеген. Және көрген кезде соншалық қуанатын болған. Ва манақибуха ғазира. Оның артықшылықтары, қасиеттері көп болған. Яғни осы Фатима анамыздың. Ва канат сабиратан даййинатан хаййиратан саййинатан қаниатан шакиратан лилла дейді.
өте сабырлы болған, діндар болған, хайырлы болған, ар намысын сақтаған, қанағатшыл және Аллаға шүкір еткен пенде болған. Валамма туффия набию саллаллаху алейхи ва саллям хазинат алейхи ва бакатху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткен кезде қатты қайғырып жылаған. Және былай деген: Я абатах иля Джибриля нан'аху ва я абатах аджаба раббан да'аху я абатах джаннатул фирдауси ма'вах ва қалат ба'да дафнихи я Анас кайфа табат анфусукум ан тахсу ат-тураба аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарым дүниеден өткен кезде Фатима анамыз өте қатты қайғырып жылаған және былай деп айтқан: Әй әкетайым, сені Жибрилге ескертеміз. Яғни бір рухани бір нені білдірудің несі болған, тәсілі болған, рухани бір астарлы сөз болған. Я абата, я әкетайым дейді. Аджаба раббан дааху. Шақырған Раббысына жауап берді дейді. Раббысы шақырды, Пайғамбар саллаллаху жауап берді. Айтылады ғой, Жибрил келді, хабардар етті, рухналы дүниені таңдайсың ба деген сияқты сөздерді айтады. Сол кезде ол Алланың хұзурына қайтуды таңдаған. Яғни Алла тағалаға жауап берген. Я абата джаннатул фирдауси ма'ва. Әй әкетайым, сенің мәңгілік орның ол фирдаус жәннаты деді. Ва қалат ба'да дафнихи. Жерлеген соң, адамдар жерлеп келді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Былай деген: Ей Анас, ей Анас, қалай ғана көңілдерің жай тауып топырақ шашуға батылдарың жетті дейді ғой. Пайғамбарымыз: қойдыңдар, қалайша соның бетін жабуға даттарың барды дейді ғой. Қалай соған қолдарың барды, қалай соған жол бердіңдер, былайша айтқанда қалай сендер оны жерледіңдер деген сөздерді айтқан. Әрине бұл сезім. Вақат қала лаха фи марадихи инни мақбудун фи маради хаза фабакат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауырып жатқан кезінде Фатима анамызға осы ауру себебінен о дүниелік болам деп айтқан, ескерткен Фатима анамызды. Фабакат, жылады дейді. Ва ахбараха аннаха ауалу ахлихи лухуқан бихи дейді. Және Фатима анамызды туыстарының ішінде, отбасының ішінде ол бірінші болып артынан еріп келеді. Яғни ол да артынша дүниеден өтетінін хабардар етеді. Ва аннаха саййидату нисаи хазихил умма. Және осы үмметтің ханшайымы екенін хабардар етеді. Фадахикат дейді. Күлді дейді. Ва катамат залик. Және бұны жасырды. Не үшін күлгенін, не үшін жасырғанын, не үшін жылағанын жасырады. Фаламма туффия набию саллаллаху алейхи ва саллям саалата Айша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткен соң Айша анамыз одан сұрайды. Фахаддасатха бима асарра илайха. Сөйтіп Фатима анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешкімге естіртпей айтқан нәрсені айтып берген. Ва қалат Айша радиаллаху анха. Айша анамыз айтады: Фатима анамыз келді дейді. Айша анамыз айтып отыр. Фатима анамыздың жүріс тұрысы бар ғой, тура Алланың елшісі сияқты болды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айнымады дейді. Фақама илайха ва қала мархабан бибнати. Оны көрген Пайғамбарымыз орнынан тұрып, қош келдің қызым деп айтатын еді дейді. Құрмет көрсететін болған Фатима анамыз. Валамма туфи абуха тааллақат амалуха бимирасихи. وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни әкесі дүниеден өткен кезде ол оның мирасы жайында ойланады. Фатима анамыз. Сөйтіп Абу Бәкірге барады, радиаллаху анху. Талап етеді. فحدثها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وما تركنا صدقة. Ол, яғни Абу Бәкір айтады, радиаллаху анху. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанын жеткізеді: біздер артымыздан мирас қалдырмаймыз дейді. Хадистерде бар ғой, пайғамбарлар дүние, динар, не дирхам мирас қалдырмайды. Ол не қалдырады деді? Ілім қалдырады деген. Ва ма таракна садақа. Артымызда қалғаны ол садақа болып кетеді деді.
сондай. Алла тағаланың даналығы да жасап қойған, артынан мирас қалдырмайды да. Біреулер ертең мысалға пайғамбар дүние жинады, андай мындай деген әңгіме болмайды да. Болмады да. Фаваджадат алейхи сума тааллалат анху дейді. Сөйтіп Фатима анамыз Абу Бәкірге ренжіп қалады. Сөйтіп онымен араласпай қояды. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن. إسماعيل بن أبي خالد деген кісі Шабидан келтіреді. Ол былай деген: Фатима анамыз ауырып қалған кезде төсек тартып жатып қалады ғой. Сол кезде Абу Бәкір оған келіп рұқсат сұрайды. Фақола Али айтады: "Ей Фатима, я Фатима, хаза Абу Бәкір ястазину алейки." Бұл Абу Бәкір келіп тұр, сен рұқсат сұрап тұр дейді да саған кіруге. Фақолат атухиббу ан азана лаху. Кіргізген қалайсың ба деп Алиден сұрайды. Али иә дейді. Қола фаазинат лаху. Рұқсат береді Фатима анамыз. Фадахала алейха ятараддаха. Абу Бәкір кіреді, оның ризалығын алуын қалайды да. Енді алдына ренжіп қалды ғой, ренжіп қалды. وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. Абу Бәкір айтады: Алламен ант етемін дейді. Мен дейді үйімді, малымды, отбасымды, туыстарымды тек Алланың разылығы үшін және оның елшісінің разылығы үшін жасадым дейді, тастадым дейді. Осының бәрін қараңыздар, үйімді, отбасы, бала шағам, туыстарымды, бәрін, мал дүниемді Алланың разылығы үшін және оның елшісінің разылығы үшін тастадым дейді. Және дейді, қараңыздар, мамардатикум әхліл бейт. Және әхліл бейт дедік қой, алдыңғы сабақта. Әхліл бейт кім? Пайғамбардың отбасы. Сендердің разылықтарың үшін әхліл бейт дейді. Сөйтіп айтады. Қола сумма тараддаха хатта радият. Сөйтіп артынша Фатима анамыздың разылығын алуға тырысты, ол разы болды дейді. Сөйтіп дүниеден өтті. Кешіріскен да. Вақола Захаби. Имам Захаби айтады: Туффият ба'да наби саллаллаху алейхи ва саллям би 5 ашхур ау нахуиха дейді. Имам Захабидің айтуынша Фатима анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен соң 5 айдан кейін қайтыс болған. Немесе соған жақын. Ва ашат 4 ау 25 сана. 24-25 жас өмір сүрген дейді. Қараңыз, қалай жас кеткен. Ва аксару ма қила иннаха ашат 29 сана. Ең көбі 29 жасқа дейін өмір сүрді деп айтады. Вал ауалу асах. Алдыңғысы дұрысырақ. 24-25 жас шамасында дүниеден өткен дейді. Абул Ас ибн Рабияттың әйелі болған Зайнаптан кіші болған. Уамин Руқайя заужаты Усман ибн Аффан. Усман ибн Аффанның әйелі Руқайядан да кіші болған. Зайнаптан Руқайядан кейін болған да бұлай шығындар. Вақад инқата насабу наби саллаллаху алейхи илля мин қибали Фатима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ұрпағы осы Фатима арқылы жалғасты. Басқа қыздар арқылы тарамады дейді. Лианна Умамата бинт Зайнаб, Зайнаптың қызы Умама дейді. Себебі Зайнаптың қызы Умама, аллати кана наби саллаллаху алейхи яхмилуха фи салатихи, намазда тұрғанда арқалап қолында ұстайтын қыз бар ғой, несі, немересі. Зайнаптан туған немересі Умама сол жайында тазауаджат би Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талибқа күйеуге шыққан. Сума мин ба'дихи Али радиллаху анху дүниеден өткен соң бил Муғира ибн Науфал ибн Харис ибн Абдил Мутталиб ал-Хашими. Муғира ибн Науфал деген кісіге тұрмысқа шыққан. Уалаху ру'я дейді. Ол негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрген адам, бірақ оның сахабалығында не бар да әңгіме. Сонша сахаба деп үзілді кесілі айтылмаған әртүрлі пікір бар. Сол үшін пайғамбарымызды көрген деп айтылады. Фаджааха минху аулад. Сол осы Муғирадан балалар көрген.
балалар болған. Қол Зубейр ибн Баккар инфарада ақибу Зейнаб. Зубейр ибн Баккар айтады, тегі ұрпағы тоқтады дейді. Зейнабтың ұрпағы сонымен тоқтап қалады, әрмен қарай жайылмайды. وعن أبي البختاري قال علي لأمه. Али радиаллаху анху анасына былай деп айтты дейді. Икфи Фатимата ал-хидмата хариджан. Фатимаға, Али айтады шешесіне, Фатимаға сыртқы нелерде көмектес деп айтады. Сыртқы шаруалар бар ғой, соларға көмектес. Ал енді ішкі амалдар, жаңа нам пісіру, ұн илеу деген нәрселер бар ғой, оның барын өзі атқара береді деп айтады. وعن عائشة قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة. Айша анамыз былай дейді, Фатимадан артық шыншыл адамды көрмедім дейді. Илля ан якуна аллази валадаха. Оны туғаннан басқа дейді. Яғни пайғамбарымыздан айтпағанда, осы Фатимадан артық шыншыл көрмедім дейді. Айша анамыз айтады. وثبتت البشارة لها بالجنة من حديث عائشة وخذيفة وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسأقتصر على حديث عائشة وخذيفة дейді. Фатиманы жәннатпен сүйіншілейтін хадис Айшадан келеді, Хузейфадан келеді, Саламадан келеді, Ибн Аббастан, Абу Хурайрадан, Абу Саид ал-Худриден келеді. Енді біз бұл жерде Айшадан және Хузейфадан келген хадистермен шектелеміз дейді. وعن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت. Айша анамыз былай деп айтты дейді. Амир Шаби кімнен? Масруқтан келтіреді. قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. Фатима анамыз келді дейді. Және ана жүрісі тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрісі сияқты дейді. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қызым қош келдің деп айтты дейді. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. Кейін оң жағына не сол жағына отырғызды дейді. ثم أسر إليها حديثا فبكت. Сөйтіп оған құлағына бір нәрсе сыбырлайды дейді. Фатима анамыз. Ол жылап қояды. فقلت لها لما تبكين. Айша анамыз айтты, не үшін жылап жатсың деп сұрадым дейді. ثم أسر إليها حديثا فضحكت. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған тағы да бір сыр жасырды, бір нәрсе айтады. Ешкімге есіртпей. Ол күледі. Фатима анамыз күледі. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أخرب من حزن дейді. Мына қайғырып жылағаннан кейін артынша дереу күлетін сондай бір күнді көрмедім дейді. Онда бірінші рет көріп тұрмын дейді. Яғни бірінші жылайды, сосын күлгенін бірінші рет көріп тұрмын дейді. فسألتها عما قالت. Мен одан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не нәрсе айтқанын сұрадым дейді. فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. Фатима анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткенше бұны ешкімге айтпадым дейді. Пайғамбарымыздың сырын ешкімге айтпадым дейді. فسألتها فقالت. Сұрадым дейді. Айша анамыз айтады. Ол айтты дейді. أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا خضر أجري. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді оған. Жибрил алейхиссалам жыл сайын Құранды маған бір рет тапсыратын еді дейді. Бір рет тексеретін еді. Осы жылы ол менен 2 рет тексерді дейді. Сол үшін мен ажалым жақындағанын көріп тұрмын деп айтты дейді. Және ва иннаки аувалу ахли бейти лахақан би фабакайт дейді. Және отбасымның ішінде менің артымнан еріп баратын ең бірінші сен боласың деп айтты дейді. Мен сол үшін жыладым дейді. Фақола ама тардайна ан такуни сайидата нисаи ахлил жанна ау нисаил муъминин фадахикту лизалика дейді. Және пайғамбарымыз былай деп айтты дейді. Жәннаттағы әйелдердің ханшайымы болуға разы емессің ба деп айтты дейді. Және немесе муминдердің әйелдерінің ханшайымы болғанға разы емессің ба деп айтты дейді. Соған мен күлдім деп айтты. Бірінші не істеген? Қайтыс болатынын айтқан, артынша Фатима анамыз бірге о дүниелік болатынын айтқан, сосын жәннатта
әйелдердің ханшайымы болатын, сүйіншілеген. Соған разы болмайсың ба деген кезде Фатима анамыз күліп жіберген. Зир ибн Хубейш ан Хузайфата қала саалатни умми мунзу мата ахдука бин наби саллаллаху алейхи. Зир ибн Хубейш деген кісі Хузайфадан жеткізеді. Ол былай дейді: бір күні анам менен былай деп сұрады дейді: мунзу мата ахдука бин наби саллаллаху алейхи. Сен қашаннан бері пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи біргесің деп сұрады дейді. Немесе қашан оны көрдің дейді. Қала фақулту лаха мунзу каза ва каза. Осы кезден әйтеуір бір мезгілді айтқан. Қала фаналат минни ва саббатни. Оны естіген анасы не дейді? Тіл тигізіп сөкті дейді, баласын. Неге маған айтпадың деген сияқты ескертіп берді. Фақулту лаха даини фа инни ати наби саллаллаху алейхи фа усалли мааху ал магриба сумма ла адауху хатта ястағфира ли ва лаки дейді. Қоя сал, мен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи барып, онымен бірге ақшам намазын оқып, сөйтіп артынша ол саған және маған Алладан кешірім сұрағанша қоймаймын дейді. Яғни ол Алла Тағаладан біздер үшін кешірім сұрауын өтінемін дейді. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. Мен келдімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол ақшам намазын оқыды, одан кейін құптан намазын оқыды. Сосын бұрылып кетті дейді. Фатаби'туху фа'арада лаху арид. Мен артынан еріп бардым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кетіп бара жатты, мен артынан ердім дейді. Оған жолда біреу жолығады, кездеседі біреумен. Фанажаху сумма захаба. Сөйтіп екеуі сөйлескеннен кейін кетіп қалады. Фасами'a саути. Артынша мен даусымды естиді дейді. Фақола ман хаза. Бұл кім деп сұрайды. Фақулту Хузайфа. Мен Хузайфамын деп айттым дейді. Қола малака. Не қажетің бар? Не себеп сұрайды одан. Фахаддастуху бил амр. Жоғарда болған мәселені айттым дейді. Анасымен болған жағдайды айттым дейді. Фақола ғафараллаху лака ва ли уммик. Алла Тағала саған және Алла Тағала сені және анаңды кешірсін деп айтты дейді. Сумма қала ама раайтал арида аллази арада ли қубайл. Сен дейді жаңа ғана кездескен адамды көрмедің ба дейді. Артында еріп келе жатқанда көреді, алдында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреумен жолығады. Қала құлту бәлә. Я әрине көрдім дейді. Қала фахуа малакун минал малайка. Ол періштелердің бір періште дейді. Яғни бір періште келді дейді. Лам яхбитил арда қабла хазихи лейла. Бұдан алдын түнде түспеген дейді бұл періште. Жер бетіне түспеген. Истазана раббаху ан юсаллима алейя. Раббысынан, яғни Алла Тағаладан маған сәлем беруге рұқсат сұраған дейді. Ва башшарани аннал хасана вал хусейна сайида шабаби ахлил жанна. Және Хасан мен Хусейн жәннаттағы жастардың мырзасы екенін сүйіншіледі дейді. Ва анна Фатимата сайидату нисаи ахлил жанна. Және Фатима жәннаттағы әйелдердің ханшайымы деп сүйіншіледі дейді. Міне осы екі хадиспен Фатима анамыз, Фатима радиаллаху анха жәннатпен сүйіншіленіп отыр. Машалла, алхамдулилла. Жалпы ол Фатима анамыз ең басында осы сабақтарда айтқан кезде әхлил бәйт, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасы ретінде де жәннатпен сүйіншіленген еді. Міне бұл жерде де нақты өзіне қатысты хадиспен де сүйіншіленіп отыр екен. Алхамдулилла. Алла Тағала осындай сахабалармен жәннатта бірге болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.